Баршаңызға ассалаумағалейкум, алтындарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін кешкі асқа осындай өте ерекше ыстық тамақ дайындайтын боламыз. Яғни самса плюс шорпа деп аталады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Еттің өзінің сөлі шығып, сочный болып шығады сорпасымен. Ол үшін ұн, тұз, су және де сары май қажет болады, ерітілген. Тұз суымызды жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды електен өткізіп аламыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Және де қажетті құрамның бәрін описанияға жазып қоямын. Сол жерден қарап, көріп, жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға жасап, қуантып қойыңыздар. Өте дәмді тамақ болып шығады. Бәріне ұнайды деген ойдамын. Осылай мінекей қолымыздың көмегімен жақсылап тұрып, қамырымызды илеп аламыз, достар. Иленген қамырымызды бетін жауып қойып қоямыз 20-30 минутқа. Яғни біздің қамырымыз демалуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай мінекей әдемі қамыр болып шықты. Бетін жауып демалдырып қоямыз. Енді начинкасына еттің шымайы немесе құйрық май қолдансаңыздар да болады. Картоп, пияз, сәбіз, сонымен қатар дәмдеуіштер, салқын су қажет болады. Осылай картопымызды етіп турап аламыз. Сәбізімізді чықалап, ортасынан бөліп, осылай жартылай етіп турап алатын боламыз. Қалауларыңыз бойынша ішіне бұрыш салсаңыздар да болады, көкшөп, укроп салсаңыздар да болады. Пиязымызды да осылай ірілеп турап аламыз. Достар, мен видеоларым ұнаса, сіздерге пайдалы болып жатса, туысқандарыңызға, таныстарыңызға, группаластарыңызға таратып, каналыма қолдау білдіріп жіберсеңіздер, өте қуанышты болатын едім. Каналым дамуына үлесін қоссаңыздар. Осылай барлық туралған затымызды бір ыдысқа сала береміз. Менде ет жұмсақ болғаннан кейін ірі етіп турадым. Еттеріңіз кішкене қаттылау болса, ұсақтап турасаңыздар болады. Етімізді салдық, паприка саламыз, кинза, менде кептірілген кинза, сонымен қатар қара бұрыш саламыз. Қара бұрышымыз салғаннан кейін үстіне жаңағы салқын суымызды құямыз, 60 грамм. Жақсылап тұрып, қолымызбен мыжғылап, начинкамызды араластырып алатын боламыз. Иісі деген енді керемет болып тұр. Осылай жақсылап тұрып, пиязы бәрі өлгенше араластыратын боламыз. Енді қамырымызды 4-ке немесе 6 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен үлкенде қылып 4 бөлікке бөліп жасаймын. Және де орта 4 бөлік, сосын кішкенде 4 бөлікке бөліп жасаймын. Тура видеодағыдай көріңіздер. Яғни біздің начинкамыздың сыртқы, яғни тостағанша деп аталады, сосын дайындайтын боламыз. Осылай жақсылап тұрып жайып аламыз қамырымызды. Қатты жұқа, қатты қалың қылып жаймаймыз, орташа қылып жаямыз. Осылай бір кесеге, шұңғылдау кесеге салып қамырымызды, осының ішіне начинкамызды салатын боламыз. Начинкамыз салып болғаннан кейін осылай қамырымызды әдемілеп тұрып бекітетін боламыз. Яғни аударған кезде біздің начинкамыздың жаңағы ішінде шашылып қалмау керек, қамырымыз ашылып қалмау керек. Осылай болып шығады. Енді осыны духовканың жаңағы табағына қоямыз. Формамызға яғни қойып, осылай бетін сәндеп, жұмыртқамызды жағып, духовкаға салатын боламыз, достар. 180 градуста 45-50 минутта пісіп шығады.
әркім духовкасы әрқалай піскеніне қарай көріп отырыңыздар. Бетіне аздап күнжіт септім әсемдік үшін. Мінекей бізде пісіп шықты, өте дәмді болып шыққан достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.